Сұлтан, бұл әніңіз 10 жыл бұрын жазған екен. Өнерсүйер қауым, Қыдырәлі мырза, Қарақат ханым, осы жақсы адамдардың бағдарламасына шақырғандарыңызға ең алдымен рахмет. Әріптестерімді көргеніме қуаныштымын. Енді бұл «Алло» деген ән негізі сөзі көш әні ғой. Сөзі көш әнінің сөзі, бірақ мен әнін мүлдем 100%-ға өзгерттім десем де болады. Мына композиторлық маған негізі әкемнің қанымен, анамның ақ сүтімен келген. Әкем әуесқой композитор. Негізі осы өнерге келгендегі мақсатым, сол өмірлік ұстазым, әкемнің әндерін насихаттау барысында келгем. Одан кейіннен осы «Алло» деген әнді жақсы көретінді өзім, бірақ ритмі, жаңағыдай темпі жай баяу болғандықтан мен жастар талабына сай заманауи стилде осылай өзгерттім. Тестем қауыстырып, осылай шығардым. Осы әнім жақсы тарады. Басқа қандай әндеріңіз бар? Басқа негізі өзімнің шыққан қазір 23 әнім бар. Негізі 40 әндей жаздым, бірақ орындаушысы да өзіңізсіз. Орындаушысы да өзім. Бұрын Дәуір деген топқа бергем. Бірақ енді ол топ қазір жоқ. Бір әнімді ғана бердім, сол қалған әндерім бәрін өзім орындап жүрмін ғой негізі қазір. Әкемнің әндері бар, өзімнің әндерім бар. Әдетте өзінің атын танылту үшін танымал әншілерге әндерін ұсынып жатады. Сізде ондай ұстаным жоқ сияқты. Өзіңіз шығарасыз, өзіңіз орындайсыз. Ұстаным жоқ енді алдағы уақытта. Негізгі арманым әнші болу ғой. Содан кейін ең бірінші өзіме күш салайын деп, содан кейін әндерді өзіме арнап жазып жатырмын. Ал мамандығыңыз негізі қай мамандық? Негізі ең бірінші мамандығым Семей қаласында банк ісі мамандығын оқыдым. Ол үйдегілердің қалауы бойынша әрине. Онда 4 жыл оқып, одан кейін өзімнің жүрегім қалауы осы Алматы қаласындағы эстрадалық цирк студиясында колледж ғой, қазір колледжінде Майғазиев Сәкен Қордабайұлының сыныбында оқыдым, вокал бөлімінде. Одан кейін қазіргі кезде ұстаздық қызметте жұмыс жасаймын. Алматы қаласындағы Ахмет Байтұрсынов атындағы нөмір 139 мектеп гимназиясында вокал үйірмесінің жетекшісімін сол жерде қазір. Шәкірттерді сол өнерге баулып, конкурстарға қатыстырып, солардың шығармашылығын шыңдау үстіндемін. Бәрекелді. Осы барлығыңызға қоятын сұрақ болар бұл. Жалпы ән жазар кезде шабыт керек, бір белгілі түрде бір атмосфера керек. Ербол бауырымыз айтқандай мен жаңағы тыныштықта отырып жазам дейді. Біреуге шу керек өн жазу үшін деген сияқты. Не нәрсе шабыт береді? Қандай атмосферада жазуды ұнатасыздар? Мұхтар Әуезов атамыз айтады ғой, әнге әуес, күйге құмар бала, жаны сұлу өмірге ғашық болып келеді дейді. Енді өмірге ғашық болғасын, қатты қуанғаннан, бағана Ерекеңді айтып кетті ғой, қатты қуанғаннан немесе қатты қайғырған кезде адамға өзі Алла тағала береді. Бұл әркімге беріле бермейтін қасиет қой. Сондықтан да жаңағыдай қатты қуанған кезде, біреуге ғашық болған кезде шығады деп ойлаймын. Сіз қандай тыныштықта жазған жақсы көресіз ба? Тыныштықта әрине, иә. Бірақ мен көбінесе негізі сөздерін жазбаймын өзім. Тек әуенін жазуға тырысам. Қазіргі уақытта сол Бағдәулет Арыстан, айтыскер ақын Қалиев Серік Ахрамұлы, сол кісілермен жұмыс жасап жатырмын. Бұрын енді көш әніне жазғам ғой. Қазір ақындармен жұмыс жасап жатырмын. Жақсы, алдыда халыққа кең таралған танымал әндеріңіз көп бола берсін деп тілек білдіреміз. Енді дәл